Алла субханала тағала инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Шынайы оқылған намаз жамандықтан, арсыздықтан тыяды деді. Яғни шынайы оқылған кезде ол Алла субханала тағала бұйырғандай оқылған кезде ол адамды міндетті түрде арсыздықтан, жамандықтан тыяды. Ал ол деңгейде оқылмаса тыймайды. Оның ең үлкен дәлелі біздің өзіміз. Қазіргі кезде қанша намаз оқып жүрік, қанша құлшылықтарды атқарып жатырық, бірақ біздің иманымыздың күшейіп жатқаны, мәмілеміздің өзгеріп жатқаны, ақылақымыздың көркемденіп жатқаны өте аз. Бұл да болса біздің құлшылықтарымыз тиісті деңгейде орындалмай жатқанынан. Намазға келейік. Алла субханала тағала иман келтіргеннен кейін екінші бізге ең ұлы ғибадат етіп, құлшылық етіп намазды берді. Намаз несімен басқа құлшылықтардан жоғары етілді? Намаз біріншіден ол Алла субханала тағалаға мінәжат, Алланы зікір ету. Намаздан бірінші мақсат етілетін нәрсе, көзделетін нәрсе Алланы зікір ету. Алла субханала тағала Құран кәрімде айтады: "Ва ақимис салата ли зикри." Мені зікір ету үшін, мені еске алу үшін намаз оқы дейді. "Ва ақимис салата ли зикри." Мені зікір ету үшін, еске алу үшін намаз оқы дейді. Араб тілінде зикір деген нәрсе бар. Және оған қарама-қайшы нәрсе ғафла, яғни ғафлетте болу, бейқамдық. Алла субханала тағала Құран кәрімде "Ақимис салата ли зикри" деп жатса, екінші бір аятта "Ва ла таку минал ғафилин." Ғафлатта болғандардан болма деді. Ғафлатта болу, сіз намазда тұрасыз денеңізбен, бірақ ойыңыздың бәрі басқа жақта. Сіз ғафлеттегі адамсыз, ғафлетте тұрған адамсыз. Өзінің сөйлеп тұрған нәрсесін білмейді, айтып тұрған нәрсесін білмейді. Ол адам ғафлетте тұрған адам. Неге? Себебі ойының бәрі басқа жақта. Тілге жаттанды болып қалған, Фатиханы оқиды, артынан жаттанды болып қалған сүрені оқиды, бірақ ойы басқа жақта, ойы шашыраңқы. Бұл адам ғафлетте тұрған адам. Алла субханала тағала "Ақимис салата ли зикри", мені зікір ету үшін намаз оқы деп жатыр. Намаз оның өзі зікір, Алланы еске алу. Алла субханала